уже в Средиземном. Достар, салем, Истанбул. Мешітке бара жатырмыз. Бүгін 1 қыркүйек 2023 жыл. Босфорский залив алдымызда. Мына уже Средиземное мореға өтетін. Все, это уже Средиземное море. Босфорский пролив, вот Средиземное море. Қазір Босфорский проливтің шетімен прям жүріп шығамыз. Кемелер, Стамбул, радио бар. Через 300 метров на перекрестке Через 200 метров на перекрестке с круговым движением сверните на первый выезд. Круговое движение. Съезжайте с перекрестка с круговым движением. Біз Азия жағындамыз, Азия. Восточный Стамбул жағындамыз. Қарама қарсы, получается, Европа Стамбул, Западный Стамбул. Кеше түнде, я. Сол жақтан келдік, как раз западдан. Екіге бөлінеді, солай. Уже бұрыннан айтқан сондайны. Әнеке. Ана жақта Восточный Стамбулды, ой, Западный Стамбулды бейне көрініс сізге көрсетейін деген. Өзімізде қарап. Вот, міне. Мына жерге түсірсеш. Басты. Көріне ме? Как раз. Ақырында жүрсек, жақсы болушы еді. О, күшті. Әдемі көреміз ба? Солай барайын деген сразу. Өзімізде көріп. Оларда сақлана береді. Осы набережка көрсетеді ме? Босфорский залив. Йорм. Қосабер дейді. Йорм, да? Стамбулский бизнес по-турецки. Да? Жоқтан айтқанда. Олар осында келіп, бір мошенниктарға ұрынып, ше, отельде тұрып қойды. Оказывается, ананың қызы. Мінеке, Мұстафа Кемал Ататүрктің фотографиясы. О, мына қызыл көле, девичья это. Девичья башня. Девичья башня. Видела на карте. А? Видела на карте. Ой, я сам сейчас. Кызыл, не, ой, не кызыл көле, а этот. Кыз. Кыз. Что-то там бірдеме. Через 300 метров поверните направо. Я Стамбул деген үлкен қала. Бұның тұстарын? Поверните направо. Затем поверните направо. Поверните направо. Затем поверните налево. Поверните налево. Затем ваше место назначения будет справа.
Может, пешком лучше? А? Пешком сходим. 130 метр ма? Жарайды, достар. Келесі видеоға дейін.